қазір көктем мезгілі. Мен бір керемет сурет салғым келіп тұр. Олай болса қазір сағыныр. Сендерге мен керемет суретті салуды көрсетемін. Балалар, мен сендерге қазір сұрақ қояйын, сендер маған жауап беріңдерші. Көктем мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады, айтыңдаршы? Жаңбыр болады. Дұрыс айтасың, табиғатта далада жаңбыр жауады. Онда біз бүгін балалар сендермен жаңбырдың суретін саламыз. Ол жаңбырдың суреті балалар өте қызық жаңбырдың суреті болады. Нағыз табиғаттағы жаңбыр жауғандай болып көрінеді. Ол үшін бізге не керек екенін айтамын сендерге. Ол үшін бізге ас содасы керек, лимон қышқылы керек және езілген бояу керек. Алдымен балалар, бірінші ас содасын біз ыдысқа жақсылап құйып салып аламыз. Мен сендерге дайындап салып бердім. Міне, әрқайсыларына бір қасықтан ас содасын салып бердім. Балалар, мен сендерге алдарына бір қасықтан міне балалар салып бердім, е? Енді қараңдар, мен де өзіме салып аламын. Міне, бір қасық ас содасын салдым. Енді сендер осы ас содасына түрлі түсті бояуды қане бәріміз қасықтың көмегімен 2 қасық құямыз. Алдарына қаласында да құямыз. Екі рет бар. 2 қасық. Мысалы, ешкімде. Қасықпен араластырамыз. Кішкене құйындар, балалар. Құйындар, сендер біраз дау болды. Жақынырақ. Сіздерге нағыз кереметті көрсетемін. Ол үшін бізге лимон қышқылы және су керек болады. Түсіндіріп тұр. Лимонның қышқылын істейміз. Лимон қышқылына біз мұна тұрған суды құямыз. Жақсы құямыз. Одан кейін қасықтың көмегімен араластырамыз. Дұрыс айтасыңдар, араластырыңдар. Балалар, араластырайық. Міне бұлай араластырайық, балалар. Осылай араластырайық. Аяна. Араластырамыз, міне бұлай. Аяна. Балалар, қане бәріміз араластырайық. Міне біз балалар лимон қышқылы сумен араластырдық, иә? Дауысы шықты. Естідіңдер ғой, дауысы шықты. Енді нағыз қызық басталады. Енді тоқтат. Қызы, біз сынау тамшыруын істейміз. Дұрыс айтасың, Аяна. Біз бұл тамшуырды аламыз да, мына судан жай ғана тамшуырмен қысып алып, салған суретіміз үстімізге тамызамыз. Кәне тамызыңдар? Дінмұхамед не істеді суын? Сурет не істеп жатыр? Суретін тіріліп жатыр, иә? Яғни бұл көпіріп жатыр. Солай ма? Бұл көпіріп жатыр. Суда көпіріп жатыр. Жауған жаңбырымызда не істеп жатыр? Көпіріп жатыр, иә? Сағинұр, көрдің бе? Қалай көпіріп жатқаны? Иско, сенің жаңбырдың суын не істеп жатыр? Батыр. Жаңбырдың суы көпіріп жатыр. Кәні көрсала ғой. Медина, сен не істеп жатырсың? Мен тамшуымен лимонның қышқылын тамызып жатырмын. Жарайды. Ескендір түкпе көпіріп жатыр. Дауыс шығып жатыр ма? Қандай дауыс шығып жатыр? Көпірген дауыс. Балалар, бұл жерде балалар
сендерге айта кететінім, лимон қышқылымен суды екеуі сумен лимон қышқылын қостық та тамшылымен оның алдағы ас содасымен салған суретке тамызды. Сол кезде бала ас содасы мен лимон қышқылының бір-бірімен қосындысында осындай көпіршік шығады екен балалар. Көрдіңдер ме? Қандай керемет, ұнады ма сендерге?